Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге фунчоза салатын дайындайтын боламыз. Ең алдымен солом кетіп туралған етімізді табада жақсылап қуырып аламыз. Үстіне бір пиязымызды, бір сәбіз және де бір болгар бұрышын қосып, араластырып, бетін жауып 5 минутқа қалдырасыздар. Дәміне қарай тұз бұрышын қосып, тағы да 5 минутқа қалдырасыздар. Енді фунчозамызды ыстық суға салып бұқтырып аламыз. 5 минуттан кейін осылай ісінеді. 5-10 минуттан кейін қолымыздың немесе қайшының көмегімен осылай кесіп шығасыздар. Үстіне табамыздағы начинкамызды бір қияр, бір қызанақты солом кетіп туралып, заправкамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Ас болсын.